Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Қадірменді мұсылман қауымы, Алла тағаланың қалауыменен бүгін өздеріңізбен Алла тағаланың мейірімінен күдер үзбеу тақырыбында уағыз насихаттап боламыз. Жалпы адам баласы өмірге келгеннен кейін Алла тағаланың сыйлаған өмірінің қызығында, шұжығында көреді, жақсылығында, жамандығына да жолығады. Өйткені Құранда Алла тағала мархабат қылып, иннал маал уср юсра деп қайталап айтқан аяти кәрімдері адам баласының өмірде бірыңғайлы қуанышта кетпейтіндігі және өмірінің ақырына дейін қиындықпен азапқа душар болып өтпейтіндігін баяндайды. Ал атамыз қазақ бұл жайында адам өмірі ыңғай болмайды дейді. Оның теріскеймен күнгөйі болады деп дейді. Бабаларымыз күніге 1000 пәлеге жолықсаң да, сонда да күдер үзбе бір Алладан дейді. Сондай-ақ таудай үлкен күнәміз кішкене емес, кешем десе Құдайым ештеңе емес дейді. Міне осы нақыл сөздердің барлығы адам баласының өмірде тірлігі бірыңғайлы болмайтындығын, биіктау бірде қарды, бірде қарсыз дегендей, ер жігіт бірде малды, бірде малсыз дегендей. Кейде өмірдің кеңшілігін көріп қуанып жатсақ, кейде таршылығын көріп қиналып жататындығымыз бұл адам баласына Алла тағаланың сыйлаған сынақ өмірінің сыйы болмақ. Дей тұрғанменен адам баласы осы бір сынақ өмірге келгеннен кейінгі қиын сәттерге жолыққан кезде Раббысы Алладан басқа оған тиянақ болатын, тірек болатын, оны қолдайтын да, оны қорғайтын да ешқандай нәрсенің жоқ екендігін біле білу, бұл имандылықтың, бұл Құдайға деген үлкен үміттің белгісі болмақ. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан жеткен хадисте, егер қандай да бір құл Алла тағаладан тәубе етуден жалықпаса, Алла тағала ол құлына кешірім беруден жалықпайды дейді. Қасиетті Құранда Фатиха сүресінің басталуы да Әлхамдулиллах Раббил аламин Ар-Рахман Нир-Рахим деп басталады. Аса мейірімді, ерекше қамқор Алла тағаланың атымен бастаймын деп келетін осы аятта Алла тағала аса рахымды, ерекше мейірімді дейді. Алла тағаланың есім сипаттарының ішінде кешірім, мейірім деген сипаты, көркем есімдері қатарласып келсе, ал оның ғадап деген жалғыз есіммен баяндалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жеткізген хадисінде, Омар ибн Хаттабтан жеткен хадисте, Алла тағала аршыда өзінің үкімін жазғанда, Алланың рахымы оның ашуынан бұрын жазылды деген жеткізген. Яғни Алла тағала айтады: "Инна рахмати сабағата ан ғадабат" дейді. Шын мәнінде менің рахымым менің ашуымнан алдына түсті дейді. Менің ашуымнан озып кетті дейді. Сондай-ақ Алла субханаху тағала Ибн Умар радиаллаху анхудан жеткізген тағы бір хадисінде: "Ма мин журухатин азим ажран индаллаха ман журуха азим казмиха абдан ибтигаа вajhillahи" дейді. Алла тағаланың құзырында, Алла тағаланың рахымында аса мейірімді, ерекше кешірімді болған жаратушының сыйлайтын, сыйына жолықтыратын ең керемет нәрселердің бірі ол Алла тағаладан үміт үзбей ашуланып тұрған сәттерінде, қайғырып тұрған сәттерінде, белгілі бір үмітсіздікке, торығуға жолыққан сәттерде сондай бір ашуын жұтып алған адамға сыйлайтын Алла тағаланың сыйынан үлкен сый жоқ дейді. Яғни Алла тағаланың ашуланып тұрған құлының сол ашуын жұтып алуы, сол ашуын жеңуі Алла тағаланың құзырындағы ең керемет сыйға, ең керемет сыйлыққа ие қылатын сондай бір ұлы амалдардың бірі екен. Демек, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, шын мәнінде амалдар тек қана ниетке байланысты. Әркімнің ниеті қандай болса, адам баласы сол ниетке жетеді дейді.
яғни оның алатын сыйы да сол болады дейді. Сондай-ақ иннама а'мал бинния, шын мәнінде амал әрекеттің бәрі ниетке байланысты. Кім қандай ниетте болатын болса, оның сыйлығы сол. Кімде-кім Алла тағаланың рахымы менен пайғамбарымыздың шапағатын көздейтін болса, оның алатын сыйы Алла тағаланың рахымы менен пайғамбардың шапағаты деп келетін керемет хадистері бізге баян етті. Сондай-ақ адам баласы осы өмірге келгеннен кейін Алла тағаланың әртүрлі басқа салған тірлігін көреді. Ал ықылым заманнан бері бабаларымыз осы жаратушы бір Аллаға деген сенімін ешқашан жоғалтпаған да күні бүгінге дейін жоғалтпай келмекте. Сол бабалардың ұрпағы болған біздің де Алла тағалаға деген шексіз ықыласымыз, оның берген ырыздық несібесіне тоймай, бергеніңнен береріңді алма дей тұрып, Алла тағаланың бір қиын сәтіне түскен кезде Алла тағаланың келесі беретін жақсылығы осы бір қиындығынан да кең екендігін үміт ете отырып тілеуіміздің өзі біздің ата-бабаларымыздың ықылым заманнан бері осы Құдайға деген құлшылығынан бізге сыйға қалған керемет үрдістердің бірі. Сондай-ақ бір сәтсіздікке көңілін қайғы не мұң шалса, жүзі жоғары қаратып тұрып, я құдіретті Алла тағала осы бір қиындықты, осы бір қайғыны, осы бір қайғысыз қасіретті ұрпағымның басына сала көрме, ұрпағымның өміріне бере көрме деп тілеуінің өзі де сол бабаларымыздың Раббысына деген үмітінің өте зор екендігі. Сондай-ақ кешегі бабаларымыздың ең соңғы тілер тілегі иманым менің жиғаным деп, мына дүниеден жиюға тиісті нәрсе Раббысына деген шынайы сенім екендігін, ал кімде-кімде сондай керемет сенім болатын болса, ол қуанышта да, жұбанышта да, азшылықта да, тоқшылықта да Раббысына деген керемет үмітпен өмір сүретіндігін баяндайды. Алланың күллі кешірімдігі менен мейірімділігін көкіректерімен сезген сол бабаларымыз күніге мың пәлеге жолықсаң да, сонда да күдер үзбе бір Алладан деп тілей отырып, әрбір күндерін Алла тағаланың берген өміріне ризалығыменен бастағандығы баршамызға күні бүгінгі имани айнасы болған ғибадат құлшылықтарымыздан, отбасындағы, дастархан басындағы дұға тілектерімізден, ата-бабаларымыздың бір-біріне барып атқан баталарынан, той-томалақтағы беріп атқан ақсақалдарымыздың баталарынан осыны аңғарамыз. Демек, қадірменді мұсылман қауымы, Алла тағаланың адам баласына берген неғметі шынымен де есеп тауысқысыз. Құран кәрімде Алла тағала, егер Алланың неғметін санасаңдар, оның санына жетпейсіздер дейді. Алла тағаланың неғметі шын мәнінде өте көп. Сол көп неғметті еске ала отырып, әрбір таршылықтарымызды кеңшілікке, әрбір қиындықтарымыздың соңында сондай бір үлкен Алла тағаланың жақсылығы, жетістігі тұратындығын білгеніміз бізге деген Алла тағаланың кереметтей сыйға тартқан иманның нәрі. Алла субханаху тағала қасиетті Құран кәрімде «Құл ибади аллазина асрафу анфусухум», я Мұхаммед, сен менің сондай қиындыққа түсіп, құрдымға кетемін деп, тіпті мен құрдымға кеттім ау деп, жерге отырып, санын қағып, басын тасқа ұрып отырып қалған құлдарыма айт, менің рахметім өте кең дейді. Менің рахметім өте кең, менің рахметімнен ешқашан күдер үзбесін дейді. Демек, Алла тағаланың рахметі оның ашуынан өте үлкен, Алла тағаланың мейірімі оның жіберетін азабынан өте үлкен. Сондықтан да қандай бір тығырыққа тірелген кезімізде, қандай бір үмітсіздікке жолыққан сәттерімізде Алла тағаладан еш уақыт күдер үзбеу, ол мүминнің сипаты. Адам баласы жәннатқа қылған ғибадатыменен, істеген ізгі амалыменен, жиған таудай сауабымен кіре алмайды еш уақытта. Адам баласы жәннатқа Алла тағаланың тек қана рахметімен кіреді. Алла субханаху тағаланың адам баласына беретін рахметінің өте кең екендігін біз жоғарыда айтып өткеніміздей, бізден бұрынғы өткен қауымдарда сондай бір адам болады,
Алла субханаху тағала ол адамды кең үлкен мұхиттың ортасындағы аралшыққа өмір сүргізеді. Ол аралдың айналасын теңіз сулары, ашты су қаптап тұрған ортасындағы кішкентай түбекті аралда ол адам 5-600 жыл өмір сүреді. Алла субханаху тағала ол адам үшін сол аралдан бір кішкентай бұлақ ашып қояды. Ол адам сол бұлақтан тұшты судан дәм татады. Және Алла субханаху тағала сол аралдан үлкен бір жеміс ағашын өсіріп, ол ағаштың күніне бір жемісін пісіріп беріп отырады. Сөйтіп, ол адам сол аралда Раббысына 500 жыл құлшылық жасайды. Соңынан өлмек парыз демекші, бұл дүниеге келген адамның кететіні хақиқат, ол адамда дүниеден өтеді. Раббысының құзырына барғанда алдынан шыққан періштелер ол адамнан сұрайды: сен Алла тағаланың жәннатына Алла тағаланың рахметімен кіресің бе, жоқ әлде өзіңнің жасап келген ғибадат құлшылығыңмен кіресің бе дейді. Ол адам тұрып, мен өзімнің жасаған ғибадат құлшылығыммен кірем дейді. Өйткені оның санасында, оның ойында өмірде ұзақ жасаған адам әрі өмір бойы жалғыз аралда тек қана Раббысына құлшылығын үзбей жасаған адам болып саналады. Ол сол сенімінде тұрып, мен тек осы қылған ғибадат құлшылығыммен жәннатқа кірем дейді. Және де сұралады: сен Алла тағаланың жәннатына қылған ғибадат құлшылығыңмен кіресің бе, жоқ әлде Алланың рахметімен кіресің бе деп. Ол адам мен қылған ғибадат құлшылығыммен кірем дейді. Осылайша ол адамнан 3 рет сұралады. Ол 3 ретінде де мен өзімнің қылған ғибадат құлшылығыммен кірем деп сөзінен қайтпайды. Алла тағала ол адамды тозаққа кіргізуге бұйырады. Сонда ол Алла тағалаға жалбарынады: мен Алла тағалаға пәленше жыл шерік қоспай ғибадат еттім, қалдықсыз ғибадат еттім. Мен не үшін Алла тағаланың азабына, Алла тағаланың тозағына кетуім керекпін дейді. Сонда Алла тағала тұрып, ол адамға айтады: ей пәленше, саған осыншама ұзын ғұмыр сүргізген мен едім дейді. Тіпті сені адам етіп дүниеге әкелгенде мен едім. Сондай-ақ саған сол өміріңді жалғастыруға себеп ретінде мөлдір күшті бұлақты ағызғанда мен едім дейді. Сондай-ақ жылына жеміс беретін ағашты күніне жеміс бергізіп сені тойдырғанда мен едім. Сен сол менің берген күш қуатымның арқасында, менің берген ғұмырымның арқасында осыншама жыл ғибадат етпедің бе дегенде, әлгі адам тәубесіне келіп, Алла тағаладан кешірім сұрап, Алла тағала ол адамның тәубесін қабыл етіп жәннатқа кіргізген дейді. Бұл енді бізден бұрынғы өткен адамдардан жеткен ғибратты әңгімелер. Дей тұрғанмен, қадірменді мұсылман қауым, адам баласы мына дүниеге келгеннен кейін шын мәнінде бір беткейі күнгей, бір беткейі теріскей болған өмірде тірлік етеді. Алла тағаланың берген сыйына ашты да, тәтті де болса да жолығады. Бірақ Алла субханаху тағала Құран кәрімде баяндағандай: ол ахирату хайрул лака минал ула дегендей, мына тіршілік әлемінен, мына уақыттық өмірден адам баласына берілген мәңгілік өмір, ақырет, жәннат, ол әлде қайда қадірлі, әлде қайда қайырлы. Сондықтан да ақыреттен үміт үзбеу, ол Алла тағаладан үміт үзбеуге апарады. Алла тағаладан үміт үзбеу, ол адам баласын қандай да бір қиындыққа жолыққанда оған сабырменен оны жеңе білуге жеткізеді. Ал қандай да бір қиындыққа, қандай да бір ғибадатқа төзімді болу, сабырлы болу, ол адамды иманның бекемдігіне жеткізеді. Алла субханаху тағала баршаларымызды басымызға қандай күн келсе де сондай бір имандылығымыздан, ақыретке деген сенімімізден, өлгеннен кейінгі өмірге деген иманымыздан айырмауға нәсіп етсін. Алла тағала баршамызды жақсы күнде қауышуға нәсіп етсін. Күніге 1000 пәлеге жолықсақ та бір Құдайдан үміт үзбей, бір Алла тағаланың рахметінен үміт үзбей, үмітсіз шайтан ісі дегендей, біз Алла тағалаға адам атамыз сияқты үмітпен болуымыз керек. Адам атамызды жәннаттан қуалағанда Алла тағалаға бірден тәубе еткен адам атамыз. Ал шайтан лағанатта адам атамен бірге қуылған сәтінде ол сол бойы Алла тағаланың екінші рахметінен үміт үзіп, өзін мәңгілік тозаққа еткен. Сондықтан да атамыз қазақтың үмітсіз шайтан ісі дейтін сол.
Баршамызға Алла тағала үмітпарлықпен өмір сүруді нәсіп етсін. Алла тағаланың соңғы өмірі жәннатқа жеткенше әрбір жолыққан қиындықтарда жеңіске жете білуді нәсіп етсін. Уахир дағватина Аллахумма тақаббал минна иннaka анта самиул алим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.